Өмірімнің аяқ астынан бұлайша өзгеретінін білгенде сезгенде жоқпын. Ауылда сұр есекке қос доңғалақты сықырлау арбаны жегіп алып, есік алдындағы жалғыз ала сиырдың қыстық жем шөбін дайындап жүргенмін. Қарасаң келгір комбайн секілді бір тойымды білмейді. Алдына арқалап әкеліп, қанша шөп салсаң да күйсеп жей береді. Қарны қампайып, ырсылдап 1-2 сағат тұрады да, бар жегенін тезекке айналдырып, сыртқа былш-былш еткізіп шығарып тастайды. Сол тойымсыз ала жебірдің атауын ойлап, Кеңсайдағы шабындыққа кетіп бара жатқанмын. Аққа деп сұр өсектің иығын қанша шұқылап, қос өкпесін қанша тепкілесем де ол өзінің есек аяңынан жаңылмай, ұзын құлақтарын қайшылап, қос доңғалақты шиқылдақ арбаны сүйреп келе жатқан. Сол кезде жаныма келіп қалған машинаның дауысын сезбей қалыппын. Сигнал бергенде селк етіп жалт қарадым. Сөйтсем, біздің жаққа келе бермейтін шетел көлігі қара джип екен. Джип менен озып барып тоқтай қалды. Алдыңғы есік ашылып, ішінен шорти киген, қара көзілдірік таққан жігіт түсті де, Жексен, сенбісің? Өзің шал болуға айналыпсың ғой, деп қарқылдап күліп келеді. Мен алғашқыда бұл кім өзі деп аң-таң болдым. Анау жақындағанда таныдым. Кластасым Мәрлен екен. Сұр өсектің үстінен жерге секіріп түстім. Мәрлен-ау, сенбісің? Қайдан адасып жүрсің? Деп құшақтай алды. Ол да мені құшақтады. Бір-бірімізді сілкілеп, арқамызды қағып, бір-біріміздің кеудемізді түйгіштеп, мәре-сәре болдық та қалдық. Амансыңдар ма? Күнге қақталып, жел жалап тастаған ба, өзің қара торы шал болыпсың ғой. Мектепте аққұба жігіт секілдедің, деп Мәрлен қайтадан күлді. Өзің өмір күн көрмегенсің-ау, боп-боз болып жүдеу көрінесің дегенмен, мен де оның түр түсіне сын айта бастадым. Осы кезде машинадан 2 қыз түсті. Олар да шорти киіп алыпты. Жұмыр балтырларымен білектері аппақ екен. 2 қыз маған жай ғана бас изеп, сәлемдесудің ырымын жасады да, сұр өсектің құлағын, танауын сипалап ойнай бастады. Біреуі машина ішіне кіріп, бір уыс кәмпит алып шықты да есектің аузына тықпалай бастады. Сұр өсек өмірінде кәмпит жеп көріпті ме? Өзіне қу қыздар у беріп тұрғандай басын алып қашады. Бала кездегі досым-ау, қайдан жүрсің, жол болсын, дедім Мәрленге. Мектепті бітірген жыл біз көшіп кетіп едік қой. Міне содан бері ат басын ауылға бұрып тұрғаным осы. Кіндік қаның тамған жерді сағынады екенсің. Оқу, қызмет деп жүріп, ауылға бір соғуға мойнымыз жар бермейді. Содан бүгін бәрін жиып тастадым да ауылға барып, аунап, құлнап, мауқымды бір басайын деп тартып кеттім. Ауылды сағынатындай, аңсайтындай мұнда ештеңе қалған жоқ қой, дедім. Ол сендер ғой осында жүріп байқамайсыңдар, сезбейсіңдер. Туған жердің борпылдақ майлы топырағы, шырылдаған шегірткесі, мынау сенің құлағы салпиған сұр есегің, шиқылдақ арбаңа дейін мен үшін оттай ыстық. Арба демекші. Давай арбаңды мына машинаға ауыстыр, деді. Мен дайынмын, дедім күліп. Марлен машина жаққа қарап, Марат, бер кел, деді дауыстап. Рульде отырған жігіт машинадан түсіп бізге жақындады. Келе менімен амандасып қолын соза бастады. Мен де оның созған қолын алып амандастым. Марат, джипті мына супер серыйға бартер жасайтын болдым, деді жігіт. Жымиып күлді де, мәке, өз еркіңіз білсін, деді. Олай болса мына тачанкаға отыр да ауылға тарт. Ауылға барған соң Жексеннің үйі қайсы деп сұра. Жексен деген ағаң мына тұрған абориген. Бізді сол үйде күтіп жеңешегінің сүт қатқан шайын сораптап жата бер. Сен не деп тұрсың?
Бәріміз қайтайық, ауылға келіп үйден дәм татпай кетесіңдер ме? Деп едім. Марлен: Жәке, бұйырған дәм болса татармыз. Бір күніңді маған қи. Қазір өзіміз талай рет барып асыр салып балық аулаған Сарқырамаға барайық. Сол жерде біраз демалайық. Мен сол Сарқыраманы керемет сағындым. Деп мені қолтықтап алған күйі машинасына қарай сүйрелей жөнелді. Марат, бензині жете ме екен? Тексеріп ал, деп қыздардың бірі шопыр жігітті сөзбен шымшып өтті. Жылдамдықты ауыстыратын рычагты ұмытып барасың, деп Марлен менің қолымдағы қамшыны алып Маратқа қарай лақтырып жіберді. Марат қамшыны алып, соның сабымен желкесін қасып қипақтап тұр. Марлен маған қарап: Жәке, үйде келіншегің бар ма? Марат кешке дейін аштан өліп қалмасын, деді күліп. Құдайға шүкір, үйде бір шүйке бас жүр ғой. Құрдасың мектепте сабақ береді, бүгін үйде. Бір жігітті тойдырар. Екі ол да үйде. Мараттың іші пыса қоймас, дедім. Олай болса қане атқа қоныңдар. Әй, аққулар, машинаға мініңдер. Жоқ, әлде суперсерияға қызығып тұрсыңдар ма? Деді. Марлен рульді иемденді. Мен оның жанына жайғастым. Артқы орынды иемденген қос қыздың бірі: Маратқа жалко, деді. Марлен: Неге? Деп артына бұрылып қарамастан машинаны от алдырды. Қыз болса: Ну, он на отдых ехал, а здесь, деп күлді. Ештеңе етпейді, ол әлі жас, үлгереді. Сен өзі қимай отырсың ғой оны. Ничего, дублер бар. Мынаған 10 Маратқа арзиды, деп жымиып күліп алды да: Айтпақшы, танысып отырыңдар. Жеке, менің жерге тұсымда отырған қарлығаш есімді Сұлу, ал сенің тұсында отырған Сандуғаш атты ару. Өзің байқаған шығарсың, екеуі де әдемі құстар. Ал қыздар мынау күнге қақталып жартастай сіресіп отырған ағаларың Жексен деген менің бала кездегі досым, әрі кластасым. Жеке, қызмет қайда? Не істеп жүрсің? Деді маған қарап. Мен селхозды бітіріп ауылға келген едім ғой. Әуел механик болдым, одан соң маштворға меңгеруші етіп тағайындады. Бұрынғы бас инженер өзге совхозға директор болып кетті де мен бас инженер болдым. Сол қызметте 3 жыл істеп, енді ғана аудан басшыларының көзіне түсе бастаған кезімде совхоз быт-шыт болып тарқап кетті. Содан бері жұмыссыз жүрмін. Еңбек жолымның қысқаша сипаттамасы осы, дедім. Қысқартудың құрбаны болдым десейші. Ондай талай жерде болды ғой. Мен де сондай құқайды бастан өткізген жанмын. Қой, бұл жүрсін болмас дедім де физика ғылымдарының кандидаты деген хаттама қағазды сандықтың түбіне тастап, жеке кәсіпкерлікке көшіп кетті. Құдайға шүкір, қазір бір мемлекеттің болмаса да бір ұжымның президентімін, деп күлді. Ол қандай ұжым? Дедім, досымның алғырлығына сүйсініп. Ол да жолдан көз алмаған күйі. Әртүрлі сала ғой. Ұжымда 200-ден астам адам жұмыс істейді. Жеке, шыныңды айтшы, менің байқағаным, жағдайың айтарлықтай емес қой, солай ма? Деді. Иә, солай болып тұр. Бүгін менімен бір қалаға жүр. Жақсы жұмыс орналастырам. Ақшалы жұмыс. Ол қандай жұмыс? Оны барған соң көресің. Келістік қой. Келістік. Екеуміз сарт-сұрт қол алыстық. Мұндай келісім шартты жуу керек, деді қарлығаш. Сәл шыдай тұр. Мына белден ассақ болды. Арғы сайда біздің Сарқырама бар. Жуудың көкесін сонда көрсетемін сендерге, деген Марлен маған қарап көзін қысып қойды. Қара джип сырғып келген бойы Сарқыраманың жанына келіп тоқтай қалды. Бәріміз машинадан түстік. Биік жартастан төмен қарай құлаған өзен суы төменде көбіктеніп астан кестеңі шығып жатыр. Қатар тұрған екі адам бір-біріне айқайлап сөйлемесе, судың сарылынан бірін-бірі естімейді. Амансың ба, Сарқырамам, мен келдім, қарсы ал, деп айқай салған Марлен шортайы мен футболкасын сыпырып тастады да ақ көбік суға жоғарыдан төмен секірді де кетті.
Ой, ужас, ол көрінбей қалды ғой, деп қарлығаш суға үңілді. Ақ көбіктің ішіне басымен сүңгіп кеткен Марлен көрінетін емес. Досымды құтқару үшін көне көйлегімді сыпырып тастап шалбарымның сырмасын ағыта беріп тұрып қалдым. Есіме семейный іш киімім түсіп қыздардан ұялып тұрмын. Бір кезде сарқырамадан 30 метрдей төменнен «Ей, мен мұндамын» деген Марленнің дауысы естілді. Өзен суы одан әрі саязданып, ересек адамның алқымнан ғана келетін. Марлен соған дейін су астымен малтып барған екен. Оны көрген соң атқақтаған жүрегім орнына түсті. Марлен судан шыққан соң «Кәне қыздар, дастархан жасамайсыңдар ма?» деді. Қос қыз машина ішіндегі заттарды алып шығып, сарқырамадан алшақтау жерге барып, көк шалғынға дастархан жасай бастады. Марлен мені шетке алып шығып, «Қарлығашқа көз салмай-ақ қой, оны бүгін өзім әрең көндіріп ертіп шықтым. Ал сандуғаш сенікі» деді. «Марлен, маған ешкімнің қажеті жоқ» деп едім. Ол: «Сен менің шал деген сөзіме ренжіп қалғаннан саумысың? Әлде қыз ұнамай тұр ма?» деді күліп. «Ой, ондай қызды құшу арман ғой. Өзі ерекше әсем екен. Мен өзімнің мына жүріс-тұрысым мен киіміммен қысылып қорланып тұрмын. Оның үстіне жаңа сұр есектің үстінде телпеңдеп келе жатқанымды көріп, джиппен шалқып жүрген қыздар өзің айтқан супер сериймен жүрген жігіт сымақты менсінеді ме? Бір жағынан анау өзі әлі аузынан ана сүті кеппеген сарғыз балапан ғой» дедім. «Ей, жекай, неше түрлі өнердің бәрі сол сарауыз балапандардан шығады. Сен екеуміздің студент кезіміздегі жастар мен қазіргі жастардың арасы аспан мен жердей. Өзің ауылда темір-терсектің арасында жүріп көп нәрседен қалып кеткенсің бе? Ничего, мен сенен супер еркек жасап шығарам. Оған бүгіннен бастап кірісеміз. Мен қазір сандуғашқа арнайы тапсырма берем. Ол сенің бетіңді шымырлатып, көлегейлеп тұрған ұят атты пердені алып тастауға көмектеседі» деген Марлен менің арқамнан қағып қойды. «Мәке, қойшы өтініш. Қажет жоқ. Қыстырап желгетінде жетісіп жүрген жоқпын. Өзімнің Құдай қосқан қосағым бар, шынымды айтсам, оның көзіне әлі шөп салған емеспін. Салмайтындар шығармын». «Молодец. Айналайын ақ жүрек досым, сенен керемет сопы шығады. Ендігі саған жетпей тұрған селдіреген шоқша сақал мен сәлде ғана. Айтпақшы, дәрет алып 5 мезгіл намазға құлау, содан соң қолына тәп салып, дүмше молда болып шыға келесің. Білген жанға ол да бизнестің бір түрі. Неке қиясың, жаназа шығарасың. Бір жаманы іштей байлар өлсе деген мысық дәмеде жүретін кезің көп болады» деп шұбатып келе жатыр еді. Мен: «Жарайды, жетер. Сен өзі мені кім деп тұрсың? Соншама мені кекетіп мұқататындай мен әлі ештеңе істеген жоқпын ғой» деп ренжіп қалған едім. Марлен қапсыра құшақтап тұрып: «Жеке, мыжып кетсем кешір. Өзің ғой қыздардан үркіп тулап тұрған. Сен ешкімге қиянат жасамайсың. Барлығы ерікті түрде болатын тірлік. Ал киімде тұрған ештеңе жоқ. Сен өзіңді өзің қажап төмен қарама» деп иығыма қол салып, сілкіп қойды. «Ағалар, дастарханға келіңіздер» деген сандуғаштың сыңғырлаған үні естілді. Жүрек жалғап алайық. Кейін барлық проблема өзінен өзі шешіле береді» деген Марлен менің қолтығымнан ұстаған бойы дастархан басына ертіп келді. Дастархан басына дөңгелене отырдық. Осы кезде Марлен есіне әлдене түскендей орнынан атып тұрды да: «Айтпақшы, сандуғаш, 1 минутқа оң шығып кетші. Құлағыңа сыбырлайын десем мына халық естіп қояды» деді күліп. Сандуғаш орнынан еріне тұрып, аяғын еркелей басып Марленге ерді. Екеуі джиптің ішіне кіріп кетті. Бұл мәдениетсіздік, бәріміз бір дастарханда отырып, бір-бірімізден сыр жасырып сырласу әдепсіздік деп Қарлығаш өтірік өкпелеп отыр. Қарлығаштың кеудесі сандуғашқа қарағанда толық көрінеді.
көз қиығыммен төсіндегі терең сайға қарадым да Марленнің сен қарлығашқа көз салмай ақ қой деген есіме түсіп, көзімді сарқырама жаққа бұрып әкеттім. Марлен мен Сандуғаш көп кідірмей тез оралды. Екеуі бір-біріне қарап жымиып күліп қояды. Дастархандар мол екен, ішіп жеу басталды. Екі қыздың екеуі де ашық мінезді әңгімешіл екен. Мен өз сонау бастан шімдеген тап дегендей тымырайып отыратын жандарды ұнатпаймын. Сандуғаш маған сүйкеніп жақын отыр. Мен Марленнің әлгінде Сандуғашқа тапсырма бергенін түсіндім. Өзімнен өзім қысылып терши бастадым. Аға, рұқсат болса тізеңізге сүйенейінші. Үнемі үстелге отырып жаман үйреніп кетіп, белім айналып ауырып кетті, деді Сандуғаш. Әлден белің ауырса қиын екен, әлі жап-жассың ғой. Біздің жасымызға жеткенде не боласың, деп едім, ол сыңғырлай күліп. Сіздер жіліктің майын жеп өскенсіздер, біз соска сорып өскенбіз, деді де, тіземе басын қойып шалқасынан жатты да, тух, өмір деген қандай рахат. Мен қартайғым келмейді, шіркін, өлгенше осы жастан, осы түр түсімнен өзгермесем, деп екі қолын жоғары көтеріп керілгендей болды. Сонда өмірдегі көрікті жігіттердің бәрін өзім иемденсем дейсің ғой, деп Марлен күлді. Сіздер не білесіздер, аға, сіз қай жасыңызда үйлендіңіз, деп менің иегімді сипай ұстап өзіне бұрып алды. 25-имде, дедім. Соған дейін не істедіңіз? Оқыдым, жұмыс істедім, дедім күліп. Жоқ, үйленгенге дейін неше қызбен жүрдіңіз? Жүрдік қой. Неше қызды құрттың? Сандуғаш соны сұрап жатыр. Ой, сен де өтірік түсінбей қалады екенсің, деп Марлен орнынан тұрып қарлығаштың қолынан тартып, оны да тұрғызып, біз сендерге кедергі жасамайық, деді де қарлығаштың қыпша белінен құшақтаған күйі машинаға беттеді. Олар машинаға мінді де от алдырып сайға бет алды. Аға, сен десем ренжімеш, заманымыз бір ғой, айтайын дегенім, сен қашан жепінесің? Деп Сандуғаш жатқан жерінен тұрып менің иығыма асылып отырды. Ондай күн қайда? Олай деме, Марлен айтты ғой, ақшалы қызмет тауып беремін деп. Крутой болып кетсең, маған қарамай қоятын шығарсың. Алдымен болып алайын, дедім қыздың көзіне бірінші рет тіке қарап. Өзім сезіп отырмын, әлгіндегі қысылу, терлеп тепшу басылайын депті. Боласың, Марлен айтса боласың. Оның қолынан бәрі келеді. Байып кетесің. Сен байып кетсең, мен саған тоқал болуға не көңілдесің болып, көңіліңнен шығуға дайынмын. Тек өтінемін, сен ұяла бермеш. Мен сені бірден ұнатып қалдым. Хорошо, что Маратты сенің есегіңе мінгізіп қайтарып жібердіңдер. Әйтпесе мен бүгін соған жем болатын едім. Маратта перспектива жоқ, ол шофер, одан әрі өспейді. Саған шынымды айтайын ба? Деп енді мойным асылды. Айта ғой, дедім мен қимылсыз қақиып отырған бойы. Айтсам сол, мен жас жігіттерден гөрі ересектерді ұнатам. Олар тәжірибесі мол нағыз еркектер ғой, деді де ерніме жабысты. Еркекпін ғой, менің мына отырысым не отырыс деп, мен енді Сандуғашты өзім құшақтап, құшып аймалай бастадым. Семейный ішкиімнен ұялмайтын дәрежеге жетіп, бетім ашылған соң екеуміз өзенге барып шомылдық. Су ішінде құшақтасып тұрғанда Сандуғаш, мен саған ризамын, өмір сүру қандай рахат, деп әлде бір кексе әйелдерше сөйледі. Одан соң менің көзіме күлімсірей қарап тұрып, қалада қызметке орналасқан соң да сені ұмытпаймын, күніге кездесіп тұрамыз деп маған сөз бер, деді. Мен оның айтқан сертін қайталап айтып шықтым. Ол болса мені құшақтап айырылғысы жоқ. Арада 1 сағаттай уақыт өткенде төртеуміз түгел дастархан басына қайта кездестік. Бір-бірімізге риза болған төртеуміз алғашқыдағыдай емес, беттері ашылып, әбден әккі болған ерлі-зайыптылар секілді әртүрлі әңгіме айтып, 5-ге дейін отырдық.
Үйге қайтарда және бір рет оңашаланып, қосымызбен серуен құрып қайттық. Суға түстік. Біздің ауылдың тұсына жеткенде Мәрлен: «Жеке, үйіңе шақырып әуре болма. Мына қыздармен сау етіп жетіп барсақ, қандай әйел болса да жақтырмас. Өзің үйіңе кіріп, Маратты ертіп шық. Келіншегіңе қызмет тапқаныңды айт. Құдай қаласа 10 шақты күннің ішінде бала шағаңды көшіріп аласың», деді. Мен үйге кіре Мәрлен досымның айтқанын әйеліме айтып едім. Ол 3-ші рет ұл тапқандай қуанды. «Құдайдың көзі тура болсын. Біз де қалада өмір сүретін болдық қой. Балаларға да жақсы, көзі ашылады», деді. Сол күні ел орынға отыра облыс орталығына жеттік. Қалаға кіре берісте Сандуғаш: «Мәке, бір өтінішім бар, орындайсыз ба?» деді, Мәрленнің иығын түртіп. «Аспандағы айда пер деп әбігерге салғалы келе жатырсың ғой сен, қу қыз», деп Мәрлен күлді. «Жоқ, ай емес, қонағыңызды сұрағалы отырмын. Ол бүгін менің қонағым болсын», деп маған қарап қулана жымиып қойды. «Қонақ қойдан жуас деген», деп мен күлдім. Қыздың жолы жіңішке болса да үлкен. Бердім жолымды, алып кет. Бірақ ескертемін, ол ертең жаңа қызметімен танысады. Жүні жығылып қалмасын. Егер жексеннің бір қылы қисайса, мен сені өзім-ақ қайыс белдікпен майлы жеріңнен аямай дүре соғамын», деді күліп. Сандуғаш 2 бөлмелі үйде тұрады екен. Тап-тұйнақтай бөлмеде басы артық зат көрінбейді. Қонақ бөлмеде жалғыз диван, жалғыз кілем мен теледидардан басқа ештеңе жоқ. «Қандай тамақты ұнатасың?» деп Сандуғаш диванда отырған менің тіземе алтайып отырып алды. «Тамаққа әуре болма», дедім. «Онда жата қалайық», деді сыңғырлай күліп. «Иә», дедім міңгірлей. Жатын бөлмедегі бір адамдық жалғыз төсекке екеуміз сыйып кеттік. Таңертең телефон шылдырынан ояндық. Сандуғаш телефонды алып сөйлесіп тұр. «Иә, ұйықтамағанда не істейміз? Хи-хи, қойш, бәрі орнында», деп қысыла күледі. Оның сөздеріне қарағанда қоңырау соққан адам Мәрлен екенін білдім. «Жарайды, сағат 10-да сол жерде боламыз. Иә, өзім ертіп апарам», деп трубканы ұясына қондырды. Жымиып күліп тұр. «Давай тұр, ұрын түскен күйеудей шәнейіп жатырсың ғой өзің», деп үстімдегі жамылғыны жұлып алды. Мен жалаңаш денемнен ұялып атып тұрып, киімдерімді іздедім. Киініп жатқанымда Сандуғаш жымиып күлді де, «Досыңның саған қандай қызмет ұсынатынын мен сезіп қойдым. Сол орынды мен талай рет жалынып сұрасам да иілмей қойған еді. Саған сақтап жүр екен ғой. Маған айтатыны, сен көп ақша ұстауға әлі жассың», дейді. «Ол қандай қызмет?» дедім елеңдеп. «Барған соң көресің. Ескертіп қояйын, бұл жұмыс менің қолым емес», деп отказ беріп қойма. «Отырып алып тек ақша санайтын орын», деп және сыңғырлай күлді. «Кассир боламын ба?» деймін. «Солай десе де болады, бірақ басқаша», деп бетімнен шөп еткізіп бір сүйді де, «Бол, жүр кеттік», деп есікке беттеді.